Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бүгін Айдана және де Айым. Біздің бүгінгі қонағымыз Баймолданова Ләззат Сақыпбекқызы, PhD доктор және Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің физика және де жаңа технологиялар кафедра меңгерушісі. Бүгін біз ғылым әлеміне саяхат жасап, физика саласындағы жетістіктер мен қызықты жаңалықтар туралы әңгіме өрбітеміз. Сіздің уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Біздің ең алғашқы сұрақ, сіздің физика саласына таңдауыңызға не себеп болды? Қайырлы күн, құрметті оқушылар, құрметті тыңдармандар. Біріншіден мені осындай сұхбат жасауға шақырғандарыңызға көп рахмет, алғыс айтамын. Енді сұраққа келетін болсақ, ең бірінші осы сұрақ адамның жалпы болашаққа қадам басуында өмірлік атқаратын сұрақтардың бірі ғой. Сондықтан неге мен физика саласын таңдадым? Өйткені кішкентай кезімізден айналамыздың бәрі табиғатпен байланысты, сол кезде қызығушылық көрсеткен осы табиғаттағы әртүрлі құбылыстар. Неге олай болды деген сұрақтар. Және сонымен қатар бұл жерде мектептегі мұғалімнің көп әсері болады да, менің өзімнің физика пәні мұғалімім маған қатты әсер етті. Сол кісінің сабақ беру тәсілі және физиканы оқытуы өте жоғары деңгейде болып, мені қызығушылығымды арттырып, осы физика саласына алып келді. Сіздің физикаға қызығушылығыңызды сіздің пән мұғаліміңіз анықтады, иә? Енді сізге қойғым келетін сұрағым, физикаға қызығушылықты қай жастан бастап дамыту керек мектеп оқушыларына? Жалпы физика деген қызығушылықты, физика деген жалпы табиғат туралы ғылым ғой, табиғаттағы ойшылған құбылыстарды зерттейтін ғылым. Жалпы қай кезден бастап қызығушылықты арттыруымыз керек, ол тіптен 3 жас 6 жас арасында бірінші қадам жасап болады. Өйткені балабақшаға бара салысымен көп қызығушылық әртүрлі сұрақтар болады. Неге, қалай, не үшін, қалай жұмыс жасайды деген сияқты сұрақтар көп болды. Сондықтан 3-6 жас мен айтар едім, ең бірінші қызығушылықты оятатын осы бір мезетте баланың табиғатқа деген қызығушылығы, әртүрлі ойларына жауап беру керек. Ол кезде қалай ойын түрінде, әртүрлі қысқаша эксперименттер түрінде, мысалы кетіп бара жатып, жай ғана көлеңкесін көрген кезде бала айтуы мүмкін, бұл не деген сияқты. Сол көлеңкенің өзі физика емес пе. Одан кейін стаканда тұрған қасықты, мысалы, оптикалық залмақтарға байланысты ол басқаша көрінеді. Оны да бала қарап отырып, ол қасық мынандай не болды, сеніп тұрған сияқты деген сияқты сұрақтар ол сол 3-6 жас арасында келеді. Жалпы кез келген баланың неге деген сұрағына жауап беруге тырысуымыз керек. Ата-ана ретінде және апасы міндеті кішкентай балалардың сұрақтарына жауап беруге. Жалпы физиканы 11 сынып бойында оқыған адам физика неге маған керек, мен мысалы заңгер боламын деген адамға ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені заңгер болсаң да сен физикалық құбылыстарын білу керексің. Кез келген күнделікті өмірде физиканы қолданамыз. Және балалардың сұрақтарына жауап бере алатындай білімі болу керек деп ойлаймын. Мен сіздің жауабымен толықтай келісемін. Яғни физика ол бізді қоршаған табиғат деп айтуға болады, табиғаттағы құбылыстар. Мысалы, сен табиғаттан бұрын үлкен өмірге қадам басқан деген, мысалы, үй салатын жағдай болады. Сол кезде электр тоғының қосылуының өзі бұл барлығы физикаға өтетін заттар болып табылады. Және де сіз қазіргі кезде жаңа материалдар мен плазмалық технологияларды зерттеп жүр екенсіз. Сол туралы қысқаша айтып берсеңіз, бұл бағыттардың болашағы қандай? Жақсы, рахмет, жақсы сұрақ. Енді қазіргі таңда өте көп тақырыптар өзекті болып отыр. Солардың біреуі өзім айналысып жүрген ғылымның бір бөлігі ол жаңа материалдар. Жаңа материалдарды алу, болжамдар, кез келген бөлшектерді мысалы көп уақытқа, көп жылдарға тиімді етіп қолдана алу. Ең бірінші сол бағытта біз жұмыс жасауымыз керек. Енді мені мысалы өзімнің бір зерттеуге тоқталатын болсам, менде титан, алюминий, кремний деген жағымен жұмыс жасадым. Ол жерде антибактериалды жағын жасадым. Антибактериалды жағын медициналық тұрғыда өте қажет болып саналады. Мысалы, біз әртүрлі бактериялардың және беттің қаншалықты төзімді болып келеді, және бактерияларда
қаншалықты ол ұстап тұрады немесе жойып жібереді, сондай бағытта жұмыс жасалып жатырмыз. Мысалы, мендегі жаңағы айтылған жабынды алтын иондарымен қорытпалады. Алтын иондармен қорытылған кезде ол жаңағы антибактериялық, бактерияларға қарсы қасиеті бар да. Сол бойынша, мысалы, медициналық шкафтарды немесе столдардың бетін сондай материалмен жасауға болады. Әртүрлі бактериялар сонда ұзақ уақыт тұра алмайды, немесе түскен бойының өзінде ол өзімен өзі жойылып кетеді деген тұжырымға келдік. Оның барлығы халықаралық журналдарда мақала болып жарияланды, танысуға болады оның барлығымен. Енді бұл жаңа материалдардың барлығы қазіргі таңда энергетика саласында, машина жасауда, авиа сияқты әртүрлі өндірістерде өте пайдаланылып жатыр. Оның үшін ұзақ мерзімде жұмыс жасау керек, тиімді болу керек және экономикалық жағынан да тиімді болу керек. Және оны алу жолы да оңайырақ болғанында жұмыс жасап жатыр. Қазір ғалымдар әртүрлі бағытта әртүрлі жұмыстар кесіп тұрды. Жеке тәжірибеңізбен бөліскеніңізге рахмет. Докторантурада оқу сізге не берді және де бұл кезеңде ең маңызды дағды сіз үшін не болды? Сұрақ, докторантурада оқығанда енді ол 3 жыл мерзім беріледі, 3 жыл созылады. Енді ол өте үлкен тәжірибе деп айтсақ болады. Үлкен тәжірибе біріншіден магистратура бітіргеннен кейін барып докторантураға түсесінде, ол жерде магистратурадағы дағдыны ары қарай тереңдете дамыту керек болады. Яғни мақалалар жазу, мысалы магистратурада халықаралық конференцияларға қатысумен шектеле салуы мүмкін. Енді жоқ дегенде 2 мақала жазу керексің. Ал докторантурада олай емес, ол жерде спорт журналдарында мақала шығу керек болады. Ол жай мақала жариялана салмайды, ол бірнеше эксперт, рецензенттерден өтеді. Енді жаңағы мақалалар жазудағылар алдында жалпы кәсіби жағынан өсуге мүмкіндік беретін бір белес деп айтуға болады. Рахмет. Бізге оқушыларға қатысты сұрақтарды қоя кетсек, бізді ерекше қызықтыратын сұрақ бұл мектеп оқушылары университеттің ғылыми зерттеу базасына барып, тәжірибе жасап, ғылыми жобалармен айналыса алады ма? Иә, әрине айналыса алады. Өйткені қазір университет пен мектеп арасында өте жақсы көпір жасалып жатыр. Оны өздеріңіз білесіздер. Яғни университеттің барлық зертханаларына қазір рұқсат берді десек болады мектеп оқушыларына. Сонымен қатар кез келген оқушы келіп бізге мұғаліммен келіп сөйлесетін болатын болса, осындай тақырыпта жоба жасағымыз келеді, немесе зертханаларда жұмыс жасағымыз келеді десе, онда біздің есігіміз әрдайым ашық. Кез келген біздің оқытушы ғалымдар бұл жағынан барлығына келіседі, тек қана марқат. Рахмет. Яғни, егер мүмкіндік болса, оқушылар сіздердің зертханаларыңызға барып, өздерінің ғылыми жоба жұмыстарына әртүрлі зерттеулер жасап көруіне болады. Және де сіз өзіңіз қателеспесем, осы ғылыми жоба жетекшісі болып көмектесе аласыз. Яғни, сіздердің осы Сексен Аманжолов атындағы университетінің мұғалімдері бізге ғылыми жоба жетекшісі болып, бізбен бірге зерттеу жұмысын жасап көмектесе алады. Иә, әрине көмектесе аламыз. Тек қана оқушыда ізденіс болса, ынта болса болды. Оқушыларға арналған ғылыми жобалардың тақырыптарын қалай дұрыс таңдауға болады деген сұрағым бар мен сізге. Жақсы сұрақ, өте өзекті сұрақтардан бірі. Өйткені кез келген тақырыпты біз ала алмаймыз. Оның өзектілігі болу керек. Ең бірінші тақырыпты таңдаған кезде кез келген тақырып таңдағанда бірінші әдебиеттерге шолу жасалынады. Ол әдебиеттерге шолу жасап аламыз. Сол жерде өзектілігі содан шығады. Өзектілігі шыққаннан кейін барып міндеттер қойылады. Мысалы, қандай не істеуім керек? Бұл жобаның ең түбінде, ең соңында қандай қорытындыға келуім керек деген. Мысалы, өзім жасаған жұмыстарыммен бірігумен бөлісетін болсам, және сияқты, және жоғарыда айтып өтті қой, бірнеше этаптармен оқушылармен жұмыс жасауға болады, және қызығушылықтарын арттыру арқылы. Енді мектеп жасына дейінгі менде болған жоқ, ондай тәжірибе. Бірақ бастауыш сыныптың балаларымен болды, және жоғары сыныптармен. Бастауыш сыныптармен мысалы айтатын болса, ол жерде
шуға байланысты шудың адам ағзасына зияны дегенін біз физикалық тұрғыдан қарастырдық. Оны шумомер деген құрал бар. Сол шумомер арқылы барлық әртүрлі жердегі шуды тексердік. Аудиторияның ішіндегі, сыртындағы мектеп қабырғасында болғанда мектептің ішін тексердік. Жәнегі бақылау жұмыс жазған кезде басқа балалар шулап отырған кездегін жаздық, яғни шудың деңгейі қандай болды, қанша децибел болды, және бәрі тып-тыныш отырған кездегін жазып, және балалардың үлгерімін солай бағалап көрдік. Оның нәтижесінде шу болып отырған кезде әрине сенің барлық ондан зейін тұрақсыз болады да, нашар жазылған бақылау жұмысын, ал тыныш болған кезде зейін тұрақтап балалардың жасаған жұмыстары жоғары бағаланғанын анықтады. Сонымен қатар, мысалы кейбір мектептер қаланың ортасында болады, сол қаланың ортасында болған кезде бәрібір терезеден шу келіп тұрады. Соның барлығын өлшедік. Одан кейін сыртында қандай енді жарайды, мәселе шықты, өзектілігі бар бұл жұмыстың. Енді шешу жолдары қандай? Міндетті түрде шешу жолдары бар. Проблема шықты, өзектілігін анықтадық, енді оның шешу жолдары қандай? Біз ол жерде мынандай шешу жолдарын ұсындық, және мектептің сыртынан мынандай каунт сияқты қалқаншаларды қоюды ұсындық. Оның экономикалық жағы есептелінеді, қаншалықты ол тиімді, арзан болады ма, қымбат болады ма, және материалдарға. Және материалдар, жаңа материалдар бойынша тағы да жерде шума изоляциялаушы дейді ғой, шуды өткізбейтін материалдар бар. Соларды қою арқылы және мектептің маңайындағы шуды азайту мақсатында. Яғни бұл шешу жолдарының бірі. Бірақ ары қарай оны және әрине ол оқушы ары қарай жасай алмайды, ол жерде спонсор керек болды, демеуші керек болды. Егер ол демеуші табылатын болса, жәнегі оқушының айтқан идеясы толыққанды орындалады. Қазіргі таңда біздің мектебіміз оқушылармен қауымдастығы әртүрлі жобалармен жүйелі түрде айналысып дайындалып жатыр. Сіздің ойыңызша жақсы ғылыми жобаның басты ерекшелігі неде? Ғылыми жобаның басты ерекшелігі, және айтып өткендей, жоғарыда айтып өткендей, ең бірінші өзекті болу. Ол өзекті болу керек, одан кейін бізге қаншалықты керек адамзатқа. Кез келген ғылымдағы ашылулар, кез келген ғылымдағы болып жатқан жүйелердің барлық адамзаттың жақсы өмір сүруі үшін жасалады. Сонда жәнегі жобаға қойылатын бірден бір мақсат өзекті болу керек, одан кейін қойылған міндеттері қандай, және ол міндеттер қалай шешілді, одан кейін барып оның қорытындысында қандай нәтижеге жеттік. Ол мүмкін бір қандай өнім болуы мүмкін. Болашақта ол стартап ретінде бір бизнеске айналатын бір жақсы өнертапқыш оқушылардың мысалы әртүрлі идеялары болашақта үлкен бір жобаға айналып, жақсы бір нәтиже, жақсы бір өнім беретін болса, онда ол ең жақсы жоба. Ғылыми жоба жасаудағы ең бірінші бала өзінің қызығушылығы бойынша, өзінің бағыты бойынша тақырып таңдап алады. Тақырып таңдағаннан кейін ол тақырыптың оның жұмысының оны бір проблемалық мәселеге айландыру керек. Өзі сол мәселені шешуді мақсат етеді. Мақсат еткеннен кейін ол тек қана бір жай мәселе емес, өзекті мәселе болуы керек. Яғни бұл адамдарға болашақта көмектесетіндей. Және де оған байланысты жұмыстар жасай отырып, соңында оған байланысты қорытынды шығарады. Яғни осылай біз ғылыми жобалар жасау этаптары деп бөліп бергеніңізге рахмет, түсіндік. Енді мен өзім мысалы қазіргі таңда ғылыми жобаларға жылда қатысамын. Сіздің жаңағы айтып өткен бірінші жобаңызды мен осы жылы бір оқушыдан көрген болатынмын, соған ұқсас жобаны. Және де енді мен ғылыми жобалар конкурстарына қатысып жүргендіктен оған дайындалу үшін қандай кеңес берер едіңіз? Енді ғылыми жобаларға дайындалу үшін, және ол бірнеше этаптардан тұрады дедік қой. Соның барлығына мұқият қарап, одан кейін қойылған міндеттерден бөлек те тағы да қосымша бір проблемалар шығуы мүмкін. Солардың барлығына төтеп бере алу керек, және қиындықтарға, одан кейін ғылыммен айналысу деген ол оңай емес. Ғылым жолын таңдаған кезде
қиындықтарды болатындығын алдын ала болжау керек. Өйткені әртүрлі жай ғана бір эксперименттен дұрыс шықпауы мүмкін. Эксперимент дұрыс шықпаса, таңертеңнен кешке дейін тіпті түнімен де жүреді ғалымдар. Ол уақытпен санаспайсың. Сондай жақтары бар да, соларға дайын болу керек, сондайға одан кейін әрбір кішкентай болсын детальдарына мән беру керек жұмыстың. Және жұмыс жасалып жатыр, оны толық орындалды, эксперименттер жасалды, міндетті түрде эксперимент болу керек, кез келген жұмыста иә. Одан кейін қорытындысы болу керек. Барлығы дайын болғаннан кейін жобаны ұсынар кезде оны да дұрыс бере алу керек. Өйткені тыңдарманға егер жоба жақсы, мықты, керемет жобалардың өзін кейде жеткізе алмай жатады оқушылар. Сондықтан оны жеткізе алудың өзі бір өнер емес. Сондай жағынан жұмыс жасау керек. Жоғары көрсеткішке ие болып жетістіктерге жету үшін әртүрлі қиындықтардан өту керек деп жатырсыз. Сіздің ғылыми жолыңызда ең қиын кезең қандай болды? Енді ең қиын кезең деп айтуға да болмайтын шығар, енді ол өмірдің өз ағымымен келе жатқан жұмыстар болды да. Бір жақсысы бізде қазір Қазақстан Республикасы бойынша жалпы жоғары оқу орындарының барлығында жағдай жақсы жасалынған. Бұрынғыда емес, қазір барлық кез келген зерттеу жұмыстарына арналған құралдар бізде өзімізде бар мысалы. Ал бұрындары 10 жыл бұрын мүмкін және докторанттар, магистранттар басқа елге үлгілерін алып жүреді. Яғни зерттеу жасау үшін олар айлап жатады, жылдап кейбір ғалымдар солай жүреді деген сияқты. Ал менің жағдайымда барлық құралдар өзімізде болды, зерттеу өзіміз жақта жүрді және докторантурада 2 рет стажировка берілді. Яғни тағылымдама берілді. Сол 2 тағылымдама бойынша шетелге барып, сол үлгілерді зерттеуге мүмкіндік берді. Ол жаққа барып, бір ай көлемінде зерттеу жасалынады, сол барлығы жинақталып, өмір жұмысқа айналады. Енді қатты бір қиын болған кезеңдер деп айтылмайды, бірақ та барлығы шыдамдылықпен, төзімділікпен өз мәресіне жетуге болады әрбір. Эксперименттер шықпай алған кездер болды. Мысалы, біз ойлаған және үлгіні алынбаған күндер болды. Өйткені әртүрлі факторлар әсер етеді. Оған күннің райының өзі әсер етуі мүмкін. Мысалы, трамвайдың кетіп бара жатқаны да және зерттеуге әсер етуі мүмкін. Өйткені трамвай кетіп бара жатқан кезде барлығы дірдеді. Біздің 7-ші облыс, мысалы, трамвайдың бойында, жолының бойында. Бұл өтіп бара жатқан кезде, мысалы, электронды микроскоптар тыныш тұру керек болады, бірақ қозғалып кетеді және біз көргелі жатқан зерттеулеріміз кішкене өзгеріп кетуі мүмкін. Сол сияқты енді эксперименттер көп сондай нелер болады, қиындықтар кездеседі. Жауабыңызға рахмет. Ендігі кезекте мен қоятын сұрағым, сіз өзіңіз физика ғылымын зерттеп жүрген, жалпы ғылым саласында жүрген әйел адамы болғандықтан қыз балалардың ғылымға келу туралы не ойлайсыз? Мысалы, қыз балалардың көбінде, мысалы физика-математика комбинациясын таңдап отырған қыздардың көбінде физика-математиканың мамандықтары көбінесе ұлдарға арналған, мен ол жерде қандай мамандыққа түссем болады деген сұрақтар бар. Ол туралы қандай не ойлайсыз? Ол балаларға, ол қыздарға қандай мотивация берер едіңіз? Өте жақсы сұрақ. Өйткені қыз балаларда енді ғылыми жолдың өзі біраз ауырлау десек болады. Өйткені және сияқты бірінші қиындықтарға да болады. Бәрібір қыз бала ол болашақ ана болғандықтан, ол отбасының мүддесі болғандықтан, ол үйде отбасының жанында болу керек, күнделетіп эксперименттер жасау деген жағын кішкене қиындау болуы мүмкін әрине. Бірақ дегенмен де оның барлығын игеруге болады. Қыз балаларға да ешқандай шектеу жоқ деп айтқым келеді. Өйткені қазір бізде елімізде қыз балалардың әйел жұртының өте үлкен жетістіктерге жеткен мысалдары бар. Енді бізде мысалы көбінде қыз балалардың мұғалімдік таңдайды ғой, таңдайды. Сонымен қатар мысалы біздің кафедрада ядролық физика және атомдық энергетика деген мамандық бар. Енді қазіргі таңда атом электр станциясын салу этапында ол өте өзекті мамандықтардың бірі болып отыр.
Ол кезде де қыздар мысалы қыздарға таңдау кішкене қиындау түсуі мүмкін. Неге? Себебі олар АЭС-та жұмыс жасаған кезде, бірақ АЭС-та жұмыс жасағанда онда барлығы физиктар емес. Мысалы 8 мың жұмысшы болатын болса, сол 2 мың ғана физиктар. Қалғаны әртүрлі маман. Яғни қауіпсіздік жағынан әртүрлі ақпараттық жүйелер бойынша деген сияқты дозиметристер әртүрлі мамандар болады. Ол жерде физиктар 2 мың ғана физиктар. Мысалы сол кезде қыздарға неге қиынға? Өйткені ол жерде радиациялық фон бар. Ол болашақ ана ретінде қыздарға кішкене қиындау болады. Дегенмен қазіргі таңда енді әртүрлі қорғаныш материалдар бар, қорғаныш киімдері бар, соларды киіп жұмыс жасау керек. Сонымен қатар басқа да нақты сол және реактордың жағында жүріп, реактордың маңайда жұмыс жасамаса да, одан сыртқы басқарушы жақтарында жұмыс жасауға болады. Компьютерда отырады мысалыңызда. Яғни бұл жерде шектеу жоқ деп айтқым келеді. Кез келген мамандықта кез келген адамға орын бар, және орын барлығына игеруге өзіне қайда етіп жасау. Ең бастысы қызығушылық болып, және де сол бағытта жұмыс жасаған десе болды. Шектеу жоқ. Ләззат Сақыпбекқызы, бүгін бізге уақытыңызды бөліп, өте пайдалы әрі қызықты ақпараттың бөліскеніңіз үшін үлкен рахмет. Сіздің тәжірибеңіз бен кеңестеріңіз бізге өте қатты маңызды болды. Және де біздің құрметті тыңдармандар да өздерінің сұрақтарына жауап алды деп ойлаймыз. Сізге шығармашылық табыс, ғылым жолында жаңа жетістіктер тілейміз. Жақсы, көп рахмет. Осылай бізді шақырып, сұхбат алып жатқандарыңызға, ғылымға, осы жас буынның қызығушылық танып жатқанына өте қуаныштымын. Және бізді кафедраға келуге шақырамыз. Бізде кез келген уақытта экскурсия жасай аламыз, зертханаларымызға және жобалар бойынша тақырыптар ұсына аламыз. Сол бойынша келіп, қызығушылық танытып, біздің кафедраға мархабат етсеңіздер. Қандай деп рахмет. Біздің подкастымызға келгеніңізге сізге рахмет. Рахмет сіздерге.